Ассаламу алейкум. Қайырлы түн. Барлықтарыңызға сәлем. Гид туралы видеолар сериясын түсірмекшімін. Жалпы новичоктарға арналады. Бұрын соңды гидтің бар екенін білмеген деп айтса да болады, немесе білетін, енді қолданып көрмекші адамдарға арналады. Жалпы гид дегеніміз не? Ол проекттің даму барысын қадағалап отыратын инструмент. Мысалға сіз кодты ең бірінші жазған күніңізден бастап, оны ары қарай сіз дамытып отқан кезде кейбір жерлерін қосасыз, кейбір жерлерін аласыз, кейбір жерлерін өзгертесіз. Соның барлығын гид қарап, аңдып, бақылап отырады. Сосын кейін қажет болған жағдайда версиядан версияға ауыстырады, кейбір версияларды жояды, кейбір бірнеше версияны бір-біріне қосады деген сияқты. Енді гидтің өзектілігі жоғары. Ең көп кездесетін қолданыс аясы ол командный жұмыс деп айтса болады. Егер де қазір бір IT компанияларға жұмысқа тұратын болсаңыз, егер сіз бір проекттің үстінде бірнеше адам жұмыс жасайтын болса, ол кезде міндетті түрде гид қолданылады. Ол талқыланбайды да, міндетті түрде қолданады. Сол себепті сіздің бір компанияларға барып жұмысқа тұру үшін қажетті деген не? Этаптың соңғысы үйренетін тақырыптардың ең соңғы этапы осы гидпен болған дұрыс шығар деп ойлаймын. Міндетті түрде керек, өте маңызды, бірақ бірінші кезекте біліп керек емес. Бірінші кезекте ол өзіңіздің алған бағытыңызға сай қажет основаларды алып алу керек. Мысалға, фронтенд алған болсаңыз, HTML, CSS жүйесіңізді жақсылап оқып алыңыз. Сосын фреймворктар керек болса, оларды да жақсылап оқып алыңыз. Содан кейін барып гидке кезек келеді. Бэкэндшік болсаңыз да солай, өзіңіздің таңдаған бэкэнд тіліңізді жақсылап біліп алыңыз, фреймворктарын біліп алыңыз. Содан кейін барып гидке кезек келеді. Жақсы. Енді мына адресті мен қойып қоярмын. Осы адрестен алып өздеріңіз мына PDF-ті көшіріп алсаңыздар болады. Мен өзіме көшіріп алдым. Осыны мен тек қана қазақша аударып түсіндіріп шығатын ойым бар. Мүмкін кейбір жерлерінде кішкене өз сөзімді қосам, мүмкін кейбір жерлерін айтпай үстінен секіріп өтетін шығармын. Әйтеуір қысқа нұсқа новичоктарға арналған тұстарын айтып өтпекшімін. Орысшаларыңыз жақсы болса, ағылшыншаларыңыз жақсы болса, осы сайттың өзінен кіріп, оригинал ақпаратты алсаңыздар болады. Ал мен тек аудармашымын деп қабылдасаңыздар болады. Жақсы. Дегенмен де жалпы енді өзім гидті күнде қолданып жүрген адаммын. Аудармашы дегенде программированный хабары жоқ адам деп ойлап қалмаңыздар. Кеттік. Келесі видеоларда кездескенше.